Ассалаумағалейкум достар. Дүние тарихы БТ тест алу 28-ші сұраққа жеттік. Германиядағы сайланатын ең жоғары заң шығарушы орган немесе органдардың атауы. Жауаптары: Кортес, коммуна, парламент, рейхстаг, конгресс, сейм, фронда, лантак деген жауаптар бар екен. Қазір 8 жауаптың 8-ін де түсіндіріп беремін не екенін, содан кейін жауабын қараймыз. Кортес дегеніміз, яғни орта ғасырлардағы Испаниядағы діни сөздік, яғни 19-шы ғасырда, яғни Испания және Португалияда парламент. Яғни ең алғашқы Кортес ол бізде 1137 жылы Кастилияда құрылған екен. Демек, бұл бізде жауапта болмайды. Неліктен? Себебі Кортес ол Испания және Португалия мемлекеттеріндегі яғни орган, парламент. Яғни Кортес дегеніміз Испаниядағы парламенттік жүйе. Коммуна дегеніміз орта ғасырлардағы батыс Еуропадағы өзін өзі басқару еркіндігін алған қауым. Екіншісі 1971 жылы пролетариат диктатурасын орнату үшін Парижде құрылған революциялық үкімет. Париж коммунасы. Үшіншісі Франция, Италия, Бельгиядағы елдерде, яғни ол бізде көбіне батыс Еуропада, яғни Франция, Италия, Бельгиядағы немесе Парижде құрылған революциялық үкімет, яғни қайтада жаңғыртқан. Демек, коммунада бізде жауап болмайды екен, Германияда ең жоғарғы заң шығарушы орган емес. Үшіншісі парламент. Парламент мемлекеттік биліктің ең жоғары өкілдік органы, өкілдік сайлау заң орган, яғни заң шығарушы орган. Алғаш Англияда пайда болып, 13-ші ғасырда, кейін 17-18 ғасырларда Еуропа елдерінде құрылды. Қазір әлем елдерінің басым көпшілігінде бар, кейбір елдерде басқаша айтылады. Мысалы, Ресейде мемлекеттік дума, ақшта конгресс, Сирияда ұлттық кеңес, Испанияда Альтинг, Монғолияда ұлы хурал, тағы сондайлар дейді. Демек, түсікті. Демек, ол бізде мемлекеттік биліктің ең жоғарғы өкілдік органы. Бізге ең жоғарғы заң шығарушы орган керек. Үшінші жауап рейхстаг. Рейхстаг дегеніміз неміс тілінде мемлекет және отыру деген мағына береді. Рейхстаг Қасиетті Рим империясының жоғары сословиелік өкілетті органы, немесе германдық кайзердің парламенті. Бұл енді мана айтқандай, жалпы парламенттің ең басты міндеті заң шығару, заң шығару, одан іске асыру. Веймар республикасы сондай-ақ формалды 3-ші рейхтің парламенті, Рейхстагтың солтүстік неміс одағының парламенті, Австрия 1848-49 жылы революция кезіндегі өтпелі кезең парламенті, Берлинде Бундестаг отырысы өтетін ғимарат сонымен қатар. Енді бұл ғимарат не үшін? Себебі осы Германиядағы ең ірі заң шығарушы орган осы болып келеді. Түсінікті ме? Яғни Германияда сайлайтын жоғары орган ол Рейхстаг. Одан кейін конгресс. Конгресс айттық, негізі ақштағы, латынша кездесу жиын, ақш және Латын Америкасында елдерінің көпшілігі заң шығарушы орган, парламент атауы. Съезд, жиналыс, басым көпшілік, яғни екінші атауы. Кейбір елдерде саяси партия атауының құрамында қолданылады. Мысалы, Қазақстан халық конгресс партиясы, үнді ұлттық конгресс деген секілді. Тағы да басқалары. Демек, бұл ақштық екен. Латын Америкасы. Сейм. Сейм Польша Республикасы мемлекеттік билігінің жоғары органы, кейбір елдердегі сословиелік өкілетті мекеме. Демек, Польша Республикасының ең жоғары органы. Фронда. Фронда французша айтылуы, яғни слинг деген мағына береді. Слинг, яғни 1648-1653 жылдардағы Францияда орын алған және іс жүзінде азамат соғыс құрған үкіметке қарсы бір қатар тәпсіздіктердің белгісі. Олар ескі буржуазиялық парламенттік фронт және князьдік жаңа аристократиялық фронт жіктейді. Яғни фронда термині оппозиция мағынасында беретін іс-әрекеттер мағынасында жүрмейді, сөз объективті және субъективті себептер мағына анық және ашық айтылады дейді. Демек, негізгі Францияда орын алған буржуазиялық парламенттен кейін аталған дүние Францияда екен. Одан кейін лантак дегеніміз Германия мен Австрияда жер парламент, яғни жерге тікелей жауап беретін. Оңтүстік Тирол мемлекеттік парламент Италияның бір бөлігінде, яғни сондай-ақ Лихтенштейн князьдігінің парламенті болып келеді. Демек, Лихтенштейн мемлекеттің жоғары соты, жалпы Германияда, Австрияда жер парламенті.
Демек сонда Германиядағы сайланатын ең жоғарғы заң шығарушы орган атауы бізде рейхстаг болады.